Қазақстандағы жемқорлыққа қарсы саясат байқала ма? Сезінесіз бе? Қазіргі таңда Қазақстанда жемқорлыққа қарсы саясат байқалып келеді. Оны қазіргі жемқорлыққа қарсы қолданып жүрген заңнан көруге болады. Қазақстанда бұл бағытта өте үлкен қыруар істер жалғасын тауып жатыр. Келесі сұрақ. Сіз өзіңіздің сұрақтарыңыздың шешімін табу үшін пара беріп көрдіңіз бе? Сіз Қазақстанда жемқорлықты жою үшін не істеп едіңіз? Қандай мүмкіндіктермен? Мен өзімнің қызметтік жұмысымда өзімнің қуанышыма қарай ешкімге пара беріп көрген жоқпын. Және де бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы менің ойымша қазіргі қолданып жүрген заңдар өз әрекетін болашақта тигізетін сияқты. Сондықтан да енді менің өз тарапынан істейтін іс-шарам ешкімге пара бермеу, және де қазіргі қолданып жатқан осы саясатты қолдау болып табылады. Сіз жемқорлықпен бетпе-бет келгенде қайда хабарласып барар едіңіз? Егер де мен сондай жағдайға тап болатын болсам, қазіргі хабарласу телефондары бар, белгілі орталықтар бар, сол жаққа хабарласар едім.